Не істеп жатсың? Ой, кешір, саған да құйып берейін ба? Керек емес, рахмет. Дәл сол Натали, затты жинайтын және ол минимализм сөзіне антоним. Мен мұны істеуге қалай сендіргенді білмеймін, бірақ қалай та шықты. Бұл қызық болады. Егер сіз бұл арнамен таныс болмасаңыз, мен сізді жылдам таныстырып кетейін. Бұл мен, минималист. Менде көп нәрсе жоқ, мен күнде бір дежеден киемін, менде бір жұп джинсы бар, және мен өмірдің барлық салаларына саналы түрде қараймын. Бұл мен әйелім Натали, ол туралы ондайды айта алмаймын. Барлығы тым жаман емес, бірақ ол заттарды үйге әкелгенді ұнатады. Ол бейберекеттіктен қатты алаңдамайды. Біз 5 жыл бұрын кездесе бастадық, бірақ ол минималистік өмірдің артықшылығын көрмеген. Енді бұл жерде нақтылап алу керек. Мен Наталиге минимализмді ұстан деп ешқалай мәжбүрлемедім. Мен ютубтегі пранкер емеспін. Мэтт, мен барлық заттарым қайда? Ұсталдың ғой. Құдай-ау, заттарым қайда? Қоқыста? Не? Бұл пранк қой, пранк. Мэтт, камеранды өшір. Бұндайды сіз осы жерде ешқашанда көрмейсіз. Бұл жақта барлығы келісім бойынша. Мен Наталимен жай сөйлестім, ол бұл сынақты жылы қабылдағаны керемет болды. Содан ол бұған келісті, сондықтан біз сынақты бастадық. 7 күн бойы мен Наталиге оның өмірін реттеуге көмектесем. Оның киімдерінен бастап сұлулық өнімдеріне, компьютеріне, телефонына және дәмдеуіштеріне дейін. Натали толық минимализмді ұстануды бастайды. Бұл арнада біз минимализм туралы көп айтқанбыз, бірақ сен мен бейнелерді көрмеген адамдар үшін минимализм туралы не ойлайсың? Бұл мен үшін арналмаған деп ойлаймын. Біріншіден, менде бұнымен қиындық жоқ. Мен бұлардың барлығына ие бола отырып күйзеліске ұшыраған емеспін. Мен бұл заттардан қысым сезбеймін. Осы минималистік бір аптадан кейін сен минимализмнің жана жақтарын және пайдасын көрем деп ойлайсың ба? Шынымды айтсам? Жоқ. Бірақ мен жаңадан бір нәрсемен тәжірибе жасап, жаңа нәрселерді сынап көруге дайынмын. Әркімде мәні үлкен немесе ерекше сезім беретін заттары бар. Шынын айтсақ, жұптарға минимализмді ұстану жолында түрлі қиындықтар мен мәселелер кезігеді. Сондай қиындығы ең көп жер ол ұйықтайтын жердегі шкаф. Мен ешқашанда әйелдер шкафы сияқты өршіл жобамен жұмыс жасап көрмегендіктен сарапшымен ақылдасуды шештім. Көп зат бізге қысым көрсетеді. Ең біріншіден ол шкаф, өткен ояққа көп зат сыяды. Бұл Кортни Карвард 2010 жылы интернетті жаулап алған 333 жоба деп аталатын минималистік сынақтың жасаушысы. 3 ай аралығына сенде 33 зат болады. Соның ішінде киімдер, әшекейлер, бұйымдар және аяқ киімдер. Қалған заттардың барлығын қорапқа жинап көрінбейтін жерге қою керек. 33 затқа кірмейтін нәрселер де бар. Олар неке сақинасы, іш киімі, ұйықтауға арналған және үйде киюге, жаттығу жасауға арналған киімдер. Жаттығу киімін машықтануға ғана кию керек. Заттар санын 33-ке дейін азайтқанда адамдар таңғажайып артықшылықтарға ие болады. Таңертең жиналуға аз уақыт өткізеді және өздеріне көбірек уақыт бөледі. Ақша үнемдеуді де бастайды. Бұл бәріне бірдей әсер етпеуі мүмкін, бірақ көпшілік адамдар жақсарған айтты. Уайым мен қысымды азайтты. Осылайша олар өздерін жақсырақ сезіне бастады. Және бұл ең үлкен артықшылық болса керек. Өтірік айтпасам, мен үшін 3 ай мүмкін емес сияқты. Сондықтан мен өзімді сынап көремін. Және менде 331 жоба болады. 3 айдың орнына мен бір аптасын аламын. Бұндайда мен ешқашанда өтіп көрмегенмін. Бір-бірімізді 6 жыл бойы білгенімізге қарамастан мен ешқашанда әдейі және бір мақсатпен киімдерімді азайтуға тырыспадым. Сондықтан бұдан не шығатынын білмеймін. Менің жүйкем шыдамауы мүмкін. Сен оған дайынсың ба? Мен мүлде дайын емеспін. Мұны дұрыстайтын сен ғой. Мен Кортниден сынақты бастамас бұрын нетке беретін кеңесін сұрадым. Менің бірінші кеңесім уайымдамау.
Мен ойымша бұл шкафымнан заттар азая бастағаннан пайда болатын алғашқы мидың жауабы. Уайымдай бастайсың, бұл заттар маған жеткілікті болады ма, немесе қалай кірді жуамын. Баста көп сұрақ туындайды, содан уайым пайда болады. Біз оны өмірде көптеген нәрселермен де жасаймыз, бірақ егер біз бастасақ, ол ойлар жойылады, ақыл ой тыныштанады. Сен әрекет жасай бастайсың, содан уайым мен алаңдаушылығын азая бастағанын сезесің. Сосын Натали жұмысқа кірісті. Жарайды, Нед, міне келдік, дайынсың ба? Иә, дайынмын, бастайық. Ең қиын жерден бастағанымыз жөн болар. Бұл қысқы киім, шығыс жағалауға арналған киім. Лос-Анджелес үшін керек емес. Қалай саған? Иә ма жоқ па? Ақылды болмаш, ошақты кесіп тасташ. Бұл өзі жақсы ма? Мен оны кигенде өзім бақсы сияқты сезінемін. Сынақтың аптасына арнап шкафтан заттарды таңдағанда іс-шараларды, жұмыспен жоспарланды ескеруім керек болды. Әулие Валентин күні осы аптаға түсті. Сондықтан мен свиданиемізге бірнеше киімді бөлуіме тура келді. Клиенттермен кездесулер жоспарланған бірнеше күн болды. Сондықтан мен өзімді сенімді, ақылды болып сезінуге мүмкіндік беретін киімдерді алдым. Сосын мен үйде жай жатқым келетін күндер болатынын түсіндім. Соған мен Хьюги стиліндегі киімдерді де қалдырдым. Ізден көріңіз. Гардеробымды сүзіп шыққанда мен құтылғым келетін, немесе сыйға тартқым келетін бірнеше заттар болды. Оларды мәңгілік кимегеннен, әлде олар сәнден шығып кеткендіктен болар. Әсіресе мен бірнеше жыл бойы жинаған биік өкшелі туфлилер. Мен оларды Нью-Йоркте болған кезде бір-екі кездесуге ғана кигенмін. Бірақ енді Лос-Анджелестегі өмір салтыма олар мүлдем сәйкес келмейді. Осылайша ол өзін киімдердің 99%-ын осы дорбаларға жинап, оларды көзге көрінбейтін жерге тығып қойды. Келесі 7 күнде киетін 33 сатын ғана қалдырды. Сен осылай ұзақ мерзім өмір сүре алатын ба едің? Әлбетте бұл мүмкін. Бірақ мен олай өмір сүремін бе? Егер мен шыдасам, мен бақытты боламын ба? Жоқ деп ойлаймын. Кейде киім таңдау маған қуаныш келеді. Сондықтан өзімді бұл таңдаудан айыру дұрыс емес шешім деп ойлаймын. Әрі қарай біз Недтің құрылғыларына келгенде оның компьютер мен ұялы телефонына одан да қорқынышты мәселеге тап болдық. 5 жылда жиналған қоқысты қалай реттеуге болады? Сен жұмыс стилін қорқынышты қашан соңғы рет реттедің? Ешқашан. Иә, көрініп тұр. Бұл жаман емес қой, драмаға айналдырмаш. Біріншіден, тапсырмалар панелін реттейік. Қайсысын сен жиі пайдаланасың? Мысалы, App Store'ды сен пайдаланасың ба өзі? Жоқ, онда жойып тастайық. Мен QuickTime'ды қолданбаймын. Иә, мен түсініп тұрмын. Ойнап жатыр. Мен онымен экран түсіріп жатырмын. Фотосуреттер. Жоқ, құдайым-ау, не деген быт-шыт. Содан кейін біз оның басқа да құрылғыларына жеттік. Бәрі тек жаманырақ болды. Сен қорқытатын нәрсен көрсетейін бе? Мен кіріс жәшігімде 11333 оқылмаған хат. 11.000. Жайт, мен мұнда екі мәселе көріп тұрмын. Біріншіден, сенде 11.000-нан астам оқылмаған хат. Екіншіден, сен Yahoo поштасын қолданасың ба? Оның компьютерін ашқан сәттен ақ бұл тез шешілмейтін жұмыс екені анық болды. Және файлдарды реттеу 1-2 күнді қажет етеді. Және де ол файлдардың ешқайсысын сақтық көшірмесі жасалмаған. Егер оның компьютері ұрланса немесе бұзылса, оның барлық деректері мәңгілікке жоғалатын еді. Телефонмен де дәл осындай жағдай. Ол соңғы 5 жыл ішінде жиналған фотосуреттерден, бейнелерден және барлық естеліктерден айырылатын еді. Алдымен біз оның барлық файлдарын қатты дискіге сақтадық. Осылайша біз оның файлдарын қауіпсіз тасымалдай аламыз. Бұлттық жады ретінде Google Drive-ты пайдалануды шештік. Біз оны компьютерге орнатып, барлық файлдарды сол жаққа көшірдік. Оның телефоны үшін біз Google фото қолданбасын орнаттық және сақтық көшірме жасаудың автоматтандырылған жұмысын қостық. Сонында біз оның ноутбугінде операциялық жүйесін жаңарттық және барлығын реттеп қойдық. Міне тазалық деген не. Мен барлық файлдардың сақтық көшірмесі жасалғанын білгенде жан тыныштығы пайда болды деп ойлаймын. Бұл маңызды ғой, иә? Мен қажетті файлдарды жоғалтып алудан қорықтым. Және сырттан бейберекет сияқты көрінуі мүмкін. Бірақ бұл менің басында ұйымдастырылған жүйе болды. Менің сенен жасырып жүрген бір құпиям бар. Қандай? Менің сұлулық
Заттарым шамадан тыс көп. Мен оларды пәтердің түрлі бөлмелерінде, бөлек жерлерінде ұстадым. Сен олардың шын мәнінде қаншалықты екенін көрмешсің. Және нәтижесін таңғалдырады деп ойлаймын. Сонымен Нед үйіміздегі барлық сұлулық өнімдерін алу үшін барлық жерді аралап шықты. Ол бәрін жайып салғанда, оны айтқаннан қатты жаман емес деп ойладым. Бұл мен қымбаттылығым. Біз оның 7 күнге арналған барлық сұлулық өнімдерін, тері күтіміне арналған заттарын бір сөмкеге салуды шештік. Бұл бір жағынан қызық. Мынау жабылмайды. Мына бәлем неме? Маған біреуден құтылуым керек. Маған көз бою керек емес деп ойлаймын. Бұл тері күтімі мен сұлулық өнімдері. Керемет. Минимализм. Не істеп жатсың? Ой, мен бұл TikTok челлендж деп ойладым. Мен бұл сөмкенің ішіне салғым келетін заттарды ойлаған кезде тері күтімі мен косметиканы сыйғызуым керек болды. Сонымен қатар әулие Валентин күні келе жатыр. Сондықтан мен ерекше бірдеңе істегім келді. Менің ойымша біреуде ылғалдандырғыш крем, тональдылық пен SPF өзінің бөлек өнімдерінен гөрі жақсырақ болады. Минимализм аптасының аяғында реттейтін соңғы жер ғана қалды. Тоңазытқыш. Нат дәмдеуіштердің жинақтаушысы. Устрица соусы, хойсин соусы, балық соусы, чили мен май, жапон майонезі. Ол осылардың қайсысын қалдырады? Сен осының барлығын қолданасың ба? Қолданам. Барлығында ма? Иә. Онда саған барлығын қалдыруына болады. Алақай! Мен Натқа осы шағын минималистік сынаққа қатысқаны үшін жеңілдік бердім. Мен оның шкафы мен құрылғыларын сұлулық өнімдерін реттегенде минимализмнің ең қиын бөлігі бірінші қадам жасау екенін түсіндім. Мен шынымды айтсам, мен қоқыс тастағанды ұнатпадым. Мен одан қатты шаршадым және оның қиындығы көп. Сондай жұмыс кімге ұнайды екен? Күте тұр. Бұл жұмыс саған ұнайды, саған. Сонымен бұл минималистік сынақтан Нат не алды? Ол қандай да бір терең ойлар немесе өмірлік сабақтар түсінді ме? Менің ойымша, бұдан осындай адамдарға пайда істеуі мүмкін. Мысалға, шкафты ашып, бүгін не кием деп киім таңдап шаршайтындарға. Менде ондай жағдай емес. Мен шкафты ашам, керек заттарды алам. Бұл маған өте оңай. Содан бұл мен үшін пайдасы болмайды деп ойлаймын. Шыны керек, мен ешқашандай минималист болмаймын. Кешір, Мэт. Жарайды, ештеме етпейді. Мұны істеп көргенің үшін көп рахмет. Бестекке. Қайттан ба? Бәрібірде оған пайдасы тиген бір нәрсе бар. Шкафымды жинап, көптен бері кимеген киімдерімді тапқаным пайдалы болды. Оларды қайырымдылыққа жұмсадым. Бұл үлкен үйме болып шықты. Бұл дегенім жаңа киімдерді сатып алуға орын босағанын білдіреді. Не ол? Өшірсей. Сонымен сіз минималист болғыңыз келе ме, жоқ па? Менің ойымша бұл сіздің киімдеріңізді қарап не кимейтініңізді анықтағаныңыз жақсы болады. Және соны керек жерге, пайдасы тиетін жерге бергеніңіз жөн. Менің ойымша бұл бейненің және Наталимен болған сынақтың ең маңызды сабағы оның шкафында бос жатқан киімдердің бәрін пайдалы болып қалатын жерге жіберу. Бұл керемет. Мен Натқа осы бейнеге қатысқаны үшін және маған осы бейнелер түсіруге көмектесетіні үшін алғыс айтқым келеді. Маған бұл бейнелер қатты ұнайды, өйткені олар өте қызықты. Мен Кортни Карверге де алғыс айтқым келеді. Оның Project 333 атты жаңа кітабы шықты. Егер сіз шкафты тазартуға тырыссаңыз, оның кітабын оқуға ұсынамын. Соңында сіздерге рахмет айтқым келеді. Мен арнамда тоқталып, бейнені соңына дейін көргенін үшін ризамын. Рахмет, келесі жол кездескенше. Натали? Нат, мен фотоаппараттарым қайда? Сталдың ғай! Барлығын лақтыр жердің деп ойладым ғой. Жоқ, мен лақтырған жоқпын, жай ғана сыйға тарттым. Не дейсің?